Қайырлы таң, достар, барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің видеомды көруге қош келдіңіздер. Бізде сағат қазір 10 болды. Папамызды қонаққа шақырдық, Алматы қаласынан келді Шымкентке. Әке шешемізді соны пайдаланып жет тандырға шақырдық. Қазір таңғы ас ішетін боламыз бірге. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей достар, біз жет тандырға келдік. Олар. Ішке кіріп бара жатырмыз. Жаңадан ашылған филиалдары. Іші күшті, тамақтарда күшті, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Мінекей достар, турецкий завтракқа заказ бердім. Осындай болып келді. Көп болып, мамам өзіне блинчик алды с творогом. И қазір шай ішетін боламыз. Біз Береке всегда бір жерге отырсақ счет айтады. И сол тура болып шығады. Бұл жолда көрейік. Счет қанша болып шығады? 6800 теңгедей болып шығады. 6800 болып шығады деді. Қазір көреміз. Біз бір турецкий завтрак алдық, бір шакшука алдық, бір блин с творогом и екі ташкентский шай алдық. Тоқта, блин с творогом арқылы айтпашы. Я, ол примерно бір... Тоқта, айтамыз әдетер. Бағыстан шықшылады. 7000, почти 8000-ға дейін кеп қалады екен. Я, мен есептедім, примерно 800 қалады деп. Көреміз. Міне достар, шөт осы 6800 деп едік, 6,5 шықты. Негізі 15 мың пландап деген едік. Күшті. Рахмет, жаттандырған үшін. Достар, біз ата-анамызды шығарып салып үйге келдік. Менің ата-анам негізі бөліп тұрады. Папам Алматыда, мамам Шымкентте тұрады. Соған солай папам өзінің шаруаларымен кетті, өзінің қайын жұртына. Мамам өзінің жұмыстарымен кетті. Сонымен қазір үйге кетіп бара жатырмыз, кіріп бара жатырмыз. Сәлден кейін серуендеуге шығамыз бүгін. Ауа райы өте керемет, күшті болып тұр. Курткамды да жуып алуым керек еді, осындай кір-кір болып кеткен. Кішкентай балаң болса, сол екен. Қолындағы тұрған заттың бәрін саған жаға салады. Сонымен бәрі кір болады. Мен келе жатыр. Біз қазір міне далаға шықтық, далада жүрміз. Омартай сырғанайым деп жатыр. Міне сырғанайым деп жүр. Горкаға мінгенде жақсы көреді, садикте үйреніп алған ғой деймін. Қазір бұл горкаға мінсе, мен мына жақтан күтіп аламын. Жақтан, я, абайла Омар. Жаным, алтыным. Абайла. Я, сен міне бер, сен күтіп аламын мына жақтан. Отбасымызбен жүрміз. Мына жақта күйеуім отыр. Мені кәжеде бәрі. Біз мына жақта жүрміз. Балам аттан келін жүгіріп қоп қаласын деп. Омар, кән түс балам, құлайсың ғой жаным. Жарайды. Абайлаш только, я? Абайла, жаным, абайла, асықпасын. Екі қолмен ұстаса, екі қолмен. Үсті үйренеді. Абайла, асықпа. Дала күшті тұрғаннан кейін үйде отыра алмадық, үй ыстық, терезелерді ашып шығып кеттік. Қазір жарты сағаттан кейін үйге кіріп, шай пайымызды ішіп, тамағымызды ішіп, үйді ішіне реттеп жинастыратын боламыз. Бұйықса, осы балаға көңіл бөлмесек болмайды. Үйде ішіп пісіп қалады садиктен кейін. Өзің сесің ба? Кя, давай. Я. Достар, сіздер егер Шымкенттен болатын болсаңыздар, қай жерде тұрасыздар? Комментарийге жаза кетіңіздер. Біз жас отау дейтін, жас отау ғой деймін ЖК-ның аты.
осы ЖК-ларда тұрамыз. Бір ай болды көшіп келгенімізге. Осы ай бір ай болады. Бір пунктімізде тұрамыз. Жетінші жерде. Сіздер қай ЖК-де тұрасыздар? Біздің есік алды ана жақта. Ана жақта есік алды. Папамыз айналып отыр. Жүр, папаға кеттік. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді. Ендігі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Подписаться басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.